жақты білім беретін мектептің 9-шы сынып оқушысы Бақдәулет қызы Сабинамен мен өзімнің сүйікті мектебімді сағындым. Мүмкін кейбір адамдар түсінбес, алайда ең жақын, ең көңілді сәттерім осы мектеп кезеді. Ең жақын достарың да жаныңда болатын. Бірақ қазіргі ауруға байланысты мектептер қашықтықтан білім беруге көшірілді. Және де оқушылардың денсаулығы мен амандығын сақтау үшін карантинді ұстанды. Бірақ алдағы уақытта осы аурудан айығып мектепке қайтадан барамыз деген үміттеміз. Мен Мұхамедхан Аяжан, 9-шы сынып оқушысы. Өз мектебімді өте қатты сағындым. Біздің еркелігімізді көтеріп, әрдайым жақсы жолға түсу керектігін үйрететін мұғалімдерімізді, бірге оқып, жанұя болып кеткен өз сыныптастарымды, сол жанұяның аяулы ұстазы Жылысова Айгүл Есенгелдиевнаны өте қатты сағындым. Мына болып жатқан дерттен тез құтылып, екінші панамыз мектебімізге барғым келеді. Мен өз мектебімді өте қатты сағындым. Мектебім, сені өте қатты сағындым. Көп адамдар түсінбесі анық, бірақ өмірде ең қызықты сәттер осы мектепте орын алады. Сынып сағаты, түрлі байқаулар, мұның барлығы менің ойымда бір тарих болып қалыптасты. Мұғалімдерді қуанту үшін түрлі жобалар дайындап келіп, сыйлықтар жасаймыз. Бұл біздің оларға деген сыйластығымыздың белгісі. Түрлі сұрақтар қиын әрі қызықты болып өтеді. Пікірталас және де мұғаліммен бірге болатын кері байланыс. Бұл мектеп айнасының бір бөлігі десем де болады. Мектебім, сені өте қатты сағындым. Номер 17-ші мектептің жалпы білім беретін 9-шы сынып оқушысы Бақдәулет қызы Аминамен. Мен мектепті өте қатты сағындым. Неліктен? Себебі қазіргі пандемия мен аурудың алу мақсатында біз қашықтықтан оқып отырмыз. Бірақ та қазіргі алып отқан біліміміз бен мектепте алып отқан біліміміздің айырмашылығы өте көп десек болады. Мектепте алып отырған біліміміз өте ерекше. Мектепте біз көптеген мұғалімдер, оқушылар болып жарыстарға қатысатынбыз. Ал қазіргі алып отқан біліміміз біз тек қана онлайн режиммен, яғни қашықтықта оқып отырмыз. Және мен сол себепті мектепті өте қатты сағындым. Мектеп мен үшін ең ерекше орын алады. Сүйікті менің мектебім. Біз сені өте қатты сағындық. Кейбір кездерде есіме мектеп кездердегі сәттер түссе мұңайып та қаламын. Әрине онлайн мектепте жақсы. Ауруларды да таратпаймыз. Бірақ видео түсіндірмелерді көру қызықты әрине, бірақ ол біздің мұғалімдеріміздің түсіндірмелеріне жетпейді екені судай анық. Тез арада мектепке оралсақ деймін. Мен мұғалімдердің түсіндірмелерінен сағындым.